баланы басын ұстап, айналуды үйретуді селдірем. Шынын айтқанда, баланы өмірінің алғашқы айларында ештеңеге үйретудің қажеті жоқ. Ол бәрін өзі үйренеді. Біз оған үйренуге мүмкіндік беруіміз керек. Қауіпсіз әрі жайлы орта қамтамасыз етуіміз қажет. Жаңа дағдыны меңгеру немесе жаңа қимылға үйрену үшін бала арқасымен мойын бұлшықеттерін нығайтуы кітті қаласаңыз шынықтыруы керек. Бұл мақсатқа жетуге көмектесетін негізгі жаттығу баланы ішіне жатқызу. Сәйкесінше, нәрестенің кіндік жарасы жазылғаннан кейін, біз оны тамақтандыру алдында біраз уақытқа ішіне жатқыза аламыз. Шынын айтқанда, бастапқыда бала бұл әрекетке аса қуана қоймайды, және ең ықтимал ішіне жату ұзақтығы бірнеше минуттан аспайды. Оның үстіне сәби жылап дыбыс шығарып жатуы да мүмкін. Бірақ уақыт өте келе арқасы нығаяды, өзі-өзі. Балада ойыншықтар мен айналасындағы дүниеге қызығушылық пайда болады. Сол кезде ішіне жату уақыты ұлғая бастайды. Ал 4-5 айлық жасқа келгенде бала ойы уақытын көбіне ішпей немесе ата-анасының қолында өткізетін болады. Егер бірінші айда баланың ішіне жату уақытына нақты бір норма болмаса, 2-3 айға келгенде тәулігіне кем дегенде жарты сағатта ішпей жатуын бірнеше рет қамтамасыз етуге тырысамыз. 3 айдан кейін ата-аналарға еденге көшуге және сол жерде мүмкіндігінше көп уақыт өткізуге кеңес береміз. Еден жеткілікті таза емес немесе суық болады деп қорықпаңыздар. Балаға бәрі дұрыс. Уайымдап отырсыз ба? Кілемші төсеп қойыңыз. Бірақ баланы еденге көшіру маңызды. Себебі бұл баланың қауіпсіздігі және қатты жерде жатуды үйрену үшін қажет. Ішпен жапқысы келмейтін сәбилерге арналған түрлі лайфхактар бар. Баланы өзіңізге, яғни ата-анаға, ішіңізге және кеудеңізге жатқызуға болады. Міне, шамамен осылай. Бала бетіңізге қарап жатсын. Бұл аздап көлбеубеккей болады. Сондықтан балаға ауыр басын ұстау оңай-ақ болады. Сонымен қатар анасы немесе әкесімен бетпе-бет қарау қызықты болады. Сондай-ақ баланың қолдарының астына оралған сүлгі немесе жаялық қоюға болады. Бұл да басын ұстауды жеңілдетеді. Егер бала 3 айдан асқан болса, далада ауа райы жақсы болса, баланы далада арбаның ішіне жатқызуға болады. Әдетте олар айналаға қарауға қызығады. Бұл да олардың басын ұстауды үйренуіне ынталандырады. Бірінші жарты жылдықта бала меңгеруі тиіс тағы бір маңызды дағды ішіне қарай аунап түсу. Ол үшін тағы да баланың арқасымен аяқ бұлшықеттері жеткілікті мықты болуы керек. Әдетте аунап түсу бүйір арқылы аяқты лақтырып арқаның бұлшықеттерінің көмегімен өзін тартып жүзеге асады. Бұл бәлкім сіз сәл көмектесе алатын жалғыз дағды. Егер сәбиіңіздің аяқ, арқа бұлшықеттері жеткілікті мықты болса, ол бүйіріне аунай алса, бірақ әлі ішіне қалай аунап түсу керегін түсінбесе. Сәбиді ойыншықпен қызықтырып, оны басының артына қарай апарып, бір аяғын бүгіп, ойыншыққа қарай бұруға болады, бірақ толықтай аунап түсуге көмектеспейсіз. Қалған қимыл бөлігін сәби өзі орындауы керек. Осылайша сіз оған бұлшықеттерін қалай үйлестіру керегін көрсетесіз және аунап түсу кезінде арқасын шынықтыруға көмектесесіз.